Мен Айдахар 12 жылға жұлдызды аспанның жалғыз қамқоршысы ретінде сайландым. Үлкен жауапкершілікті мойныма алуға тура келді. Бірақ өз борышымды орындаймын. Себебі мен бірегей бір тума көркіне көз тоймайтын Айдахармын. Ұлы Айдахар, бұл ауыртпашылықты сенімен бөлісуге лайық емеспіз. Осы бейшара қалпымызбен өзіңе мәңгілік тағзым етіп, бас иеміз. Аса мәртебелі Айдахар, жалғыз құтқарушы. Тоқта! Барып тұрған өтіріктің өзі. Біздің қойылымды бөлуге кімнің дәті барды? Біз шындықты айтуға келген қаһармандармыз. Кім? Жануарлар мен олардың ұрпақтары мақтауы асып тұрған Айдахардың да ұрпағы әу баста таңдаулы болған емес. Олар аспанды жерге құлап кетуден сақтауға бел буған ержүректер. Бірақ уақыт өте келе бұл хикая ұмыт болды. Тілдеріңе ие болыңдар. Айдахар қарапайым мейірбан жан. Оның үстіне бұл қойылымның сценарийіне де үлес қосқан. Сондай-ақ Айдахарды қойш, қойылымдарыңда актерлер түгел емес сияқты ғой. Биыл шоқ жұлдыздардың рөлін ойнауға шақырған таңдаулы жұлдыздар кенеттен жоқ болып кетті ғой. Шоқ жұлдыз сақшын айналмас үшін оларды Айдахар алдап соғып, демалыс қаттандырды. дәлелдерің бар ма? Дәлеліміз жоқ. Өзімде солай ой. Бірақ мынада дәлел бар. Менде ме? Менде ешқандай дәлел жоқ. Қойш, бізге тиіспек болған шөнжік екеніңді білеміз. Айдахардың қолшоқ бар едің ғой. Шындықты айтып бер. Шөнжік, олардың айтқаны рас па? Иә, әкем кенет бір жаққа кетіп қалды. Бір гәп барын сезсем де, түлкіден қауіптеніп, қорыққаннан үндемедім. Кешіріңдер. Жетер! Бәрібір қойылымымыз түкке тұрғысыз болды. Мешін, декорацияға ақшаң жетпейтіндей соншалық кедеймісің? Нағыз масқара. Ал сен, ұлу, бұл театрдың ең әлсіз әртісісің. Актерлік шеберлігің өте нашар. Әбден тойдым. Шөнжек, мына балалардан дереу құтылмасаң, әкеңе немен айналысып жүргеніңді айтам. Мені ренжітсең де, достарыма тіл тигізбе. Олар осы рөлді алу үшін барынша тырысты. Ал сен олардың армандарына кедергі келтірмексің. Қазір ойлап қарасам, сендер әлгі балалар емессіңдер ме? Мақсаттарыңды түсіндім. Шынымен барлық аңдарды жинап үлгереміз деп ойлайсыңдар ма? Үлгермейсіңдер. Күн тоқырауына аз уақыт қана қалды. Жұлдыздар аспанға шығыста жиналады, ал сендер сиқырлы таудан алыстасыңдар. Қош болыңдар, балалар. Жолы болмаған сендерде қош тұрыңдар. Енді қайтадан жұмыссыз қалдық. Қорықпа, өзің айтқандай, біз доспыз. Қолымыздан бәрі келеді. Маған араша түскенің үшін рахмет. Саған алғысым шексіз. Бірақ әкем бәрібір біліп қояды. Түлкінің сөзіне мән бермеңдер. Сендер бұл сахнадан да биік дүниеге лайықсыңдар. Жұлдызды аспанның қамқоршысы болыңдар. Аспанға мешін мен шөнжік жетпейді. Ұлу, сен қайда барасың? Сенің орның біздің қасымызда. Сендердің қастарыңда қажетім болмас. Шоқ жұлдыздардың арасында бейшара алуға орын жоқ. Қателесесің. Кезінде Айдахар шоқ жұлдызының орнын ұлу басатын. Жаңа кезеңде жаман Айдахардың орнына сені қоямыз. Сенің жұлдызды сәтің келді. Иә, мешін дұрыс айтады. Кітапта солай жазылған. Мен де келсем, қолыңнан келеді ұлу. Келер жылы Айдахарды алмастыра аласың деп ойлаймын. Бойыма сенім ұялатқандарың үшін рахмет. Жұлдызды сәтіміз келді.
Biz Тәй-тәй! Biz Тәй-тәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.